мысалы дат стипендиясында әр балаға қатысты төлемақы төленеді. Мысалы, сіз стипендия алғанда сізге бөлек, сосын сізден отбасылық жағдайыңызды, жолдасыңыз бар ма, қанша балаңыз бар, құжаттарын өткізесіз. Сол балаларға ол сізбен келеді ма дейді. Бір жылға келетін болсаңыз, олар келеді ма, онда әрқайсысына минимум, сол Германияда тұратын минимум шақталып, және жаңағы сақтандыру барлығы ескерілген. Бірақ қазір мысалы болашаққа отбасылы аналардың тапсыруы өте қиын да. Ол жерде бір ғана стипендия, ол шәкіртақының өзі көп жағдайда жетпейді. Сондай шектеулер бар. Осы тұста мына әлемдік гранттарды қарасаңыз, Европаның, Американың, орталық Малайзияның мынандай гранттар көп. Орталық Азияның әйелдеріне арналған стипендиялар деген. Сонда біздің орталық Азиядағы әйелдер сондай қолдауға мұқтаж болып отыр ғой, Сосын біздің елімізде де осындай гранттар қажет па? Қалай ойлайсыздар? Бізде мынау ғылым академиясы былтырдан бастап Найла Базанов атындағы жүлдені жаңағы шәкіртақы берді. Және ғылым академиясының қасында әйелдер жаңағы одағы орталығы жұмыс істейді, ғалымдарды. Дегенмен де осы елімізде ғылыммен айналысқан әйелдерді қалай көтермелесек болады?